Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге шайдың пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламын. Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда оның бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қарабұрыш қосылған шай зәр қуғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнын басады. Жас шай жапырағының шырынымен, шай шырын сөлімен немесе ұнтақталып, үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығандығын және аяғы ауыр әйелдерде, автокөлікте, теңіздерде болатын жүрек айнуын, қатты лоқсуды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды, тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен аш ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, оны тәнге тарту емдік мақсатқа пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар мен фтор көбейеді. Тіл ойылғанда да, теріге жарақат түскенде іріңді жараларға ем ретінде қолданылады. Кешегі шаймен көзді сүртсе, қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тісті жуар алдында оны ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Шай бүйректе тас болуын болдырмайды. Жақсы өскен шайларда С, В1, В2, А дәрумендері бар деп, оны бет алды іше берсең, шай өңіңді өзгертіп, ұйқыңды қашырады. Шайды тым қою етіп дайындап ішсең, оның құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градус ыстықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасының дәмдік татымдылығын жоғалтады. Шай тұнбасындағы Р дәрумені адам ағзасында С дәруменінің жақсы сіңіруіне көмектеседі. Ал С дәрумені жетіспеген адамда көк шай ішу қажет. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. Шай тұнбасы қан капиллярын бекітеді, жүйкені жақсартады. Көк шай адамды семіртпейді. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатыны секілді, шайдың да зиянды жақтары бар. Алайда шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кездерде зиянын тигізіп жатады. Шайды ішуге болмайтын кездер: аш қарынға шай ішуге болмайды. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты, ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз, ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз, себебі шай дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болу керек. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегеннен кейін 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Шайды көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан, күнделікті қалыпты мөлшерді сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шыны аяғы болса жеткілікті.